Ұлттық мереке республика күніне орай Қазақстандағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары бір мезетте домбырадан күй төгілді. Семей мектебінің оқушылары да ұлы дала мұрагерлері флешмобына қатысты. Ұлы дала мұрагерлері флешмобы жыл сайын ұйымдастырылады. Мәдени шарада орындалған күйлер 100 күй жобасына енген. Домбырашылар оркестрі биыл Адай, Нәрағаш және Балбырауын күйлерін орындады. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Осы домбырашылар флешмобының мақсаты халыққа, әсіресе жастар мен жасөспірімдерге патриотизм құндылығын насихаттау және қасиетті музыкалық аспабымыз домбыраны тартуға және бағалауға шақыру болып табылады. Назарбаев зияткерлік мектебінде биылдан бастап домбыра сабағы оқу бағдарламасына енгізілген. Оқушылар әр 90 сайын домбырадан сынақ тапсырып отырады. Мектеп оқушылары ұлтына қарамастан қазақтың ұлттық аспабын түгелдей меңгеріп шығады. Бұл нишқа келгенде мен қандай күй білген жоқпын. Бұл 100 күй жобасы арқылы мен көптеген күй үйрендім. Қазір мен шамамен 10 күй білемін. Бүгінгі флешмоб көрермендерге керемет әсер тигізеді деп ойлаймын, себебі біз 3 күй ойнаймыз. Бұл 3 күй өте жақсы орындалады және де қандай әсер күшті болады. Біріншіден осы республика күнінен барлықтарыңызды құттықтағым келеді. Және де осы біздің мектебімізге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осындай үлкен іс-шараны ұйымдастырып отырғанына көп рахмет. Және де жалпы осы республика күні құтты болсын. Осы күнді отбасыларыңызбен, балаларыңызбен жақсы өткізуді тілектеспін. Мәдени шарада домбырашылардан бөлек мектеп оқушыларынан құралған кербез би ансамблі қазақ биін билесе, Ұлағат Бақтәліұлы есімді оқушы «Мен қазақтың баласы» әнін орындады. Қала тұрғындары мектеп оқушыларының күйін тыңдап, биін тамашалап, қошеметтерін білдірді. Оқушылар өз өнерлерімен көпшіліктің назарын аударып, мерекелік көңіл күй сыйлады. Ақбота Биахмет, Нұрлан Оразалин, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.